Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Әсем Ахметжан қызы және бүгінгі біздің қонағымыз Бақытгүл ханым. Бақытгүл ханым, саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, Әсем Ахметжан қызы? Өте қуаныштымын. Өзімді толық таныстырып өтсем, Іргебаева Бақытгүл Сейсенбай қызы. Қызылорда облысы Соқырлар қоғамының Шиелі аудандық бастауыш ұйымының төрайымымын. Қазіргі таңда төрайым болып жұмыс жасап жүрмін. Тамаша. Бақытгүл ханым, төрайым болып жұмыс істеп жатқаныңызға қанша уақыт болды? Менің жұмыс бастағаныма 1 жыл 6 ай толды. 2020 жылдың 10 қаңтарынан бастап жұмысқа кірістім. Осы жылдың, яғни 2021 жылдың маусым айында қандай оқиғалар орын алды? Айтып беріңізші. Маусым айларында мені жұмыстан шығару және жұмыс орнымды қайтарып алу оқиғалары жүріп өтті. Яғни толықтай айтатын болсам, мен онлайн оқуға кеткенмін. Яғни қоғамға байланысты болашағымызға өте керекті деп өзім мұғалім болғанда өте жақсы көретінмін. Зағиптарға қатысты білім алғым келді. Біздің қолымыздан көп нәрсе келе бермейді ғой. Тек қана сөйлейміз, ақыл есіміз түзу, осы сөйлеу арқылы ғана жұмыс жасап жүрміз. Мен троспен жүріп тұрып, ешкімге жалынышты болғанын қаламадым. Өзімді және басқалар да солай жасай алам екен, мен оқып келсем басқаға үйрете алам екен деген ниетпен оқуға кеткен болатынмын. Ол оқуды карантинге байланысты онлайн қылды. Онлайн оқып жүрдім. Бірақ мені арасында оқуда болған кездерімде жұмыста болмады деген себеппен жұмыстан босатып жіберіп отыр. Сәуір айының 31-інде кішкене бір акті шығарған, жұмыстан босаттық деген. Бірақ заңды емес. Одан кейін мені маусым айында заңды жұмыстан босатып жіберіп отыр. Сондықтан мен оның бәрін біліп отырып, оқудан шығуыма тура келді. Оқудан шыққан себебім жаңағы мені себепсіз жұмыс орнында болмағанына байланысты деп тұр. Ондай себепсіз орнында жоқ деген сөз мені екінші басқа жерде жұмыс істей алатыныма соншалықты қуанышты жағдай емес, көп кедергісін алып келеді. Кейін мен басқа жерлерде жұмыс жасай алмауым мүмкін екендігін маған түсіндірді. Әрине, мені қолдап жүрген Ролан Мырза бар, Қызылорда облысының Орда зағиптар төрағасы. Осы кісі маған түсіндірді. Сен заң орындарына өзіңнің арызыңды тастай аласың, өзіңді өзің қорға деді. Осылайша іздендім, сұрандым, қалай қылам, не нәрсе бұл деп. Заң қызметкері Сара Ахметовнаның номерін берді. Осы керемет көмектесе алады. Именно біздің мүгедек жандарға көмектесіп, шындықтың шыңына жетіп жүрген апай екенін айтты. Осы апай арқылы мен өз жұмыс орнымды қайтарып алдым. Яғни сіз бір бастаушы ұйымның төрайымы болғандықтан өзіңіздің қарамағыңыздағы мүмкіндігі шектеулі жандарға болашақта дұрыс көмек көрсете білу мақсатында біліміңізді жеткізіп, біліктілігіңізді арттыру үшін оқуға түсіп отырсыз ғой. Басшыларыңыз бастапқысында сіздің бұл шешіміңізді құптағанымен, соңынан бір себептермен өз ойларынан айнып, осы нәрсені себеп қылып, сізді жұмыстан босатып тастап отыр. Тағы да бір жайт. Менің естуім бойынша, сізді жұмыстан босату туралы бұйрық 8 маусымда шыққан, иә? Бірақ ол жерде сіз 31 сәуірден бастап жұмыстан босатылғаныңыз жайлы жазылған.
Демек, өткен күнмен жазылған бұйрық болып тұр ғой бұл. Ал ол заңға қарама-қайшы. Ешқандай да бұйрық өткен күнмен ешқашанда шықпайды. Осы жайында не айта аласыз? Яғни мені сәуірдің соңғы күні жұмыстан босаттым деген, қала берсе ол қағаз жөнінде қалған. Онда шығарған бірақ. Ал 8 маусым күні мені заңды түрде жұмыстан босатып отыр. Бұл заңға қарама-қайшы әрине. Өйткені сәуір айының соңғы күні жұмыстан бір босаттым десе, менсіз ұйымдастырылған жиналыста дауыс жинады деген желеумен менің орныма Қойшыбай мырзаны қойып отыр. 67 жастағы көкемізді, пенсиядағы. Осылайша заңға қарама-қайшы болып жатқан дүниенің барлығын көріп отқан мынау Бейменов Ролан мырза, Қызылорда облысы Орда зағиптар төрағасы, көз жұмып қарай алмағандықтан маған жол көрсетті. Заңмен жеңіп өз орныңды ала аласың деп. Дер кезінде жол сілтеп, кеңес бере алатын осындай Ролан мырза, Сара Ахметовналар сияқты адамдардың бұл өмірде бар болғаны қандай тамаша, Бақытгүл ханым, айтыңызшы, сіздің отбасыңыз, бала-шағаңыз бар ма? Әрине, әумин айтқаныңыз келсін. Аллаға мыңда бір шүкір, осындай Ролан мырза, Сара ханымдардың болғанына. Мен өзім жалғыз бастан, қос құлыным бар, 6 жаста, 5 жаста. Қазіргі таңда 2 ұлды да мектепке беріп жатқан жайым бар. Бәрекелді, қос құлыныңыз мектепті 5-ке бітіріп, одан соң оқу орындарына түсіп, жақсы бір мамандық алып, Қазақстанымызды көркейтетін, мемлекетімізге еңбегі сіңетін азаматтардың бірі болып ержете берсін. Бірақ ең бастысы дендері сау, аман есен, сіздің көз алдыңызда жүре берсін деп тілейміз. Айтыңызшы, Сара Ахметовна, заңгер ханым, сізге қандай кеңес берді? Ол кісінің жалпы сізге көмегі тиді ма? Қазір өз орныңызға қайтып оралғаныңызға, өз орныңызды қайтып алғаныңызға, ол кісінің нендей бір қатысы бар ма? Әумин, Әсем ханым, көп рахмет, айтқаныңыз келсін, иншаллах. Әрине, Сара ханымның маған үлкен көмегі тиді. Себебі орнымды қайтарып қана қоймай, бос өткен уақытымның ақысын түгелдей қайтарып алдым. Себебі тайға таңба басқандай етіп, керемет заңды сөздермен болған қағаздарға еңбек инспекциясы жай қараған жоқ. Сара ханымның маған берген кеңесі, ең бастысы, өзіңді мықты қорғай біл деді. Яғни мен өзімдігін дұрыс екендігін біліп тұрып, қорқпай, шын болып тұрған нәрселерді анықтап айта алсам, міне осы өзімді қорғай білуім деп түсіндім өзім. Өйткені Сара ханымның кеңесі осы еді. Сара ханым заңды түрде менің орнымның қайтарылуын және де бос өткен уақытымның ақысының өндірілуін анықтап түсіндірген. Сол бойынша шілденің 14 күні жұмысқа орналастым. Заңды түрде қайттан қайтарып, ал айлығымды 27 шілде күні қайтарып алдым толығымен. Керемет! Бұл оқиға тап бір ертегіде екен. Жағымсыз кейіпкерлері және Ролан мырза, Сара ханымдар сияқты жағымды кейіпкерлері бар. Сондай-ақ әдемі аяқталуы, әділдіктің зұлымдықты жеңуі. Жеңіс құтты болсын, Бақытгүл ханым. Жұмысыңызға мол табыс, сәттілік тілей отырып, сізбен сұхбатты аяқтаймыз. Көп рахмет, Әсем ханым, сіздің де ісіңіз алға жылжи берсін. Маған жол көрсеткен Ролан ағама да үлкен алғыс айтам. Заң жолымен маған өз орнымды тез арада мықтап алып берген Сара ханымға да үлкен алғыс айтамын. Бұндай жағдай ешкімнің басына түспесе екен деймін. Әркім өзін қорғай білсе екен.
Сау болыңыздар. Амин, айтқаныңыз келсін. Достар, сіздерге айтпағым, Бақытгүл ханым сияқты әділдік үшін күресуден еш қорықпаңыздар. Өз құқықтарыңызды ешкімге аяғына таптауға жол бермеңіздер. Анау аухатты, ал мынау белсенді деп ешкімнен жасқанудың қажеті жоқ. Біз тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Бізде заң бар. Кез келген мәселені шешуге, көмектесуге, қол ұшын созуға әзір заңгер азаматтарымыз бен азаматшаларымызда аз емес. Кез келген қиыншылықты жеңуге болады, тек мойынсұнбай күресе білу қажет. Біздің бақытымыз, біздің болашағымыз өзіміздің қолымызда. Соны ұмытпағайсыздар дей отырып, бүгінгі эфирді тамамдаймын. Аман, сау болыңыздар, ағайын.